армысыздар оқырмандарым. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз үміт оқиғасы. Зәуре ұзын бойлы, аққұба келген, шашы иығына төгілген жайдарлы ақкөңіл қыз еді. Қашан көрсең көңілді, күлімдеп жүретін, қасындағы адамдарға мейірімін төгіп, қолынан келгенше көмегін аямайтын. Өзі ән айтқанды жақсы көретін. Ән айтса жүзінен ерекше шуақ шашатын. Көзі бал-бұл жайнап, ерекше сұлуланып кететін еді. Сол уақытта «Сағындым Алматымды» әннің жарыққа шығып жатқан кезі. Осы әнді Зәуре ерекше ұнататын, ыңылдап айтып жүретін. Зәуре болашақтан үлкен үміт күтті, үлкен сахнаны армандады. Сонда тұрып ән айтып жатқан, халықтың қол шапалақтап, қошемет көрсетіп жатқан көз алдына келе беретін. Сол кезде мен де Алматыға барып үлкен сахнада ән шырқаймын дейтін еді. Бірақ бәрі адамның ойлағандай бола бермесі анық. Бір мезетте бәрі өзгеріп шығуы мүмкін. Сол секілді болашақтан үлкен үміт күткен, әнші боламын, Алматыға барып сахнаға шығамын деген Зәуренің арманы табан асты өзгеріп кетеді деп кім ойлаған. Мектеп бітірген жылы Зәурені аяқ астынан бір жігіт алып қашып кетті. Ол уақытта қайтып келу деген болмайтын. Барған жеріңе тастай батып, судай сіңіп кетуің керек болатын. Зәуренің де маңдайына жазғаны осы болар. Бір үйге келін болып түсіп, қайтып барған ұят болар деп, өзінің арманын құрбан етіп, сол үйде қалды. Әнші боламын деген арман еш орындалмастай етіп, жүрегінің түбіне сақтап қойды. Зәуре барған жерін бақытты қылам деп, сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығып жүреді. Алайда Зәуренің жолдасы жақсы жігіт болып шықпады. Білгені ішу, отбасылық қорлық көрсету, жағдайын жасап отырған Зәурені таяқтың астына алу. Жастайынан осындай тағдырға тап боламын деп ойламаған Зәуре үшін бұл қорлық өте ауыр тиді. Ақыры соңы шыдай алмай ажырасып тынды. Жас болса да ажырасты деген атқа ие болып, ел бетіне қарай алмай, үйге келген Зәуренің бірден мінезін өзгеріп кетті. Тұйықталып ешкімге сөйлемей, жалғыз өзі отыра беретін, өзін ешкімге керексіз адамдай сезінетін. Тек жылаумен күнін өткізіп жүрді. Ол кезде ажырасыпты деген сөз өте жаман естілетін. Мүмкін содан болар, ажырасқан жалғыз мен дегендей өзін жегідей жеп жүретін. Өзін өте төмен санап жүрді. Ешкімнің көзіне көрінбей, тек үйде тығылып отыратын болды. Міне солай өмір сүріп жүргенде де 2 жылдай уақыт өтті. Әлі сол жүректегі жарамен өмір сүріп жатқан Зәуреде еш өзгеріс жоқ. Өзімен өзі қуыстанып, тығылып өмір сүруін жалғастырып келеді. Бұрынғы айқайлап, көзі жайнап ән айтатын Зәуре жоқ. Жайнаған көзі мұңға толғандай, еш еңсесі көтерілмей, мұңайған күйде жүретін болды. Мұнысын көріп жүрген жеңгелері: «Саған тұрмыс құру керек, өзіңді іштей тынып, нөжір жеп барасың. Бұрынғыны ұмыт, алға жылжы» деп басу айтатын. «Сен әлі-ақ бақытты боласың, ойлана берме. Барлық жігіт сол секілді деп ойлаймысың? Күйеу баланы өзіміз тауып береміз» деуші еді. Сол сөзінде тұрып жеңгелері бір жігітті тапты. Тапқан жігіті жасы Зәуреден 10 жасқа үлкен, көрші ауылдың жігіті. Ол кезде жеңгетайлар да ортада жүретін уақыт еді. Жүрген жеңгелерінде менде қайынінім бар, менің қайынсіңлім бар деп айтып жүретін уақыт. Бектай бұрын соңды үйленбеген жігіт. Үлкен жасқа келсе де, аға жеңгесінің қолында тұрады. Өзінің әке-шешесі ертеректе қайтқан. Ол кезде Бектай жас бозбала еді. Әке-шешесінен ерте айырылып, Бектай ағасы өз қолына алған. Қолынан келмейтіні жоқ. Барлық сырттың жұмысын Бектай орындайтын. Аға жеңгесінің сөзін екі етпей, істеген жақсылықтарды солай өтейтін. Зәуре Бектайды көрмесе де басы жақсы болса, тұрмысқа шықсам, ажырап келді деген аттан құтыламын деп ойлайтын. Оның үстіне жеңгелері Бектайды еңбекқор деп мақтап отыратын. Бір жағынан сол, бір жағынан жастайынан жетімдікті көріп өскен жігіт жаман болмайды деп ойлады. Бір апта ішінде 2 жігіт жаман болмайды деп ойлаған жеңгелері 2 жасты алып таныстырды. Бектайдың бойы аласа, өзі қара торы жігіт екен. Бір көргенде бойы ұнай қоймаса да, мүмкін кішкентайдан ауыр жұмыс істегеннің әсері болар. Не болса да еңбекқор жігіт.
мені асырайтын шығар деп тұрмысқа шығуға келісімін берді. Көп ұзамай Зәуре Бектайдың бойындағы ешбір кемшілігіне қарамай тұрмысқа шықты да кетті. Алғашқыда аға жеңгесімен тұрды, кейін еншісін беріп жастарды бөлек шығарды. Расында да Бектай өте еңбекқор жан екен. Өздері алдына бөлек шыққан соң, сол ауылдан өз еңбегімен үйдің іргетасын қалады. Ол кез бақытты кездер еді. Кейде сол ауыр жұмыстан шаршады ма, Бектай кішкене ішіп қойып жүрді. Зәуре оған қатты мән бермеді. Кейін келе Бектай көбірек ішкісі келіп тұратын болды. Таңертең үйден сау кетіп, кешкісін сылқия араққа тойып келетін болды. Сау кезінде өте керемет жан. Ішкен кезде адам танымастай өзгеретін. Ішіп алса болғаны еш есін білмейтін. Зәуре көзіне құбыжық болып елестей ме, соңғы уақытта Зәуреге көп тиісетінді шығарды. Ештеңеге қарамастан соңы келіншегін ұрып соғумен бітетін. Қаншама жерден ұрып соқса да, Зәуре бәріне көнді. Бірінші тұрмыстан да осы үшін ажырасқан. Не де болса екінші некемді сақтап қалам деп жүрді. Қайтып барса тіптен ел жұртқа қарай алмайтындай мүлдем ажырасу туралы ойламайтын. Мүмкін маңдайыма жазылған осы болар, не болса да көнермін. Мүмкін Бектай арағын қойып жақсы отбасы болармыз деп ойлады. Болашақтан үміт үзбеді. Алайда арақты қойған Бектай жоқ. Күннен күнге көп ішкілікке салынды. Ол уақытта Зәуре жүкті еді. Бектай сау болса барлығын түсініп кешірім сұрайтын. Енді ішпеймін деп сөз беретін. Бірақ берген сөзінің орындай алмады. Зәуре босанғанша Бектайдың таяғын жеп жүрді. Бірақ өмірге аман есен қызды алып келді. Қызының қызығына тоймай алданышы боп Бектай ұрғанына көз жұмып келе берді. Бір күні көзі, бір күні денесі көгеріп жүретін. Оның барлығы үйреншікті жағдай сияқты еді. Күнде қоямын деп сөз берген Бектай бүгінде тағы ішіп келді. Ол уақытта қызы 10 айлық болған еді. Есінен тіпті айырылған Бектай күндегі әдетіне басып, бүгінде Зәуреге тиісе бастады. Айқай шудан жылап жатқан қызына да қарамады. Зәурені көп алақойдай етіп сабап тастады. Жерде бүк түсіп жатқан Зәуре қимылдай алмай қызына жете алмады. Қызы жылауын әлі қояр емес. Бір кезде жылаған дауыс құлағына түрпідей тиді ме кім білсін. Бектай жылай берме, өшір үніңді деп қызын алды да допша лақтырып жіберді. Дауысы бірденен шықпай қалған кішкентай қыз сол жерде періште кейпіне айналып кетті. Міне солай Бектай өзінің туған қызын өлтіріп тынды. Зәуре қызынан айырылып мүлдем ішінен тынды. Уақыт өтіп жатты, еш өзіне келер емес. Іштей тынатын. Біреуге ақтарылып ішкі сырын айтпайтын. Соңғы кезде отырысқа барса, мен ән айтайыншы деп сұранатын болды. Қай отырысқа барса да сағындым алматымды әнін айтатын. Көзіне еріксіз моншақтап жас аға беретін. Ішіндегі бүкіл қайғы мұңы сол әнмен шығып жатқандай. Тағы уақыт өте берді. Бұл уақытта Бектай арақты қойған. Оқыс жағдайдан кейін өз істегеніне өкініп, Зәуреден кешірім сұрап, енді ішпеймін деп уәде берді. Сол сөзінде тұрып аузын арақты алмай жүрді. Қызынан айырылу Зәуреге қатты қиынға соққан. Олсыз өмір сүре алмайтындай болды. Сондықтан екінші баласын көтеріп алданыш іздеді. Ол кезде ішіндегі балаға 8 айлық еді. Бектай екеуі жақсы өмір сүріп жатты. Ішпесе тіпті тиіспейтін. Сол күні көрші келіншек құдайы тамақ беретін болды. Бүкіл ауылдың келіншектері барып көмектесті. Іші добаланып жүрсе де, Зәуре бауырсақ пісіріп дастархан жасап жүрді. Барлығы дайындап болған соң Зәуре Бектайды ертіп келейін деп үйіне кетті. Қазір келем деп кеткен Зәуре сол кеткеннен ұзақ уақытқа кетті. Бір уақытта ауылдың бір баласы жүгіріп, құран болып жатқан жерге Медбикені іздеп келді. Барлығы енді дастарханға жайғасып жатқаны сол, не боп қалды деп балаға таңырқап қарап тұр. Анда Зәуре жеңгетай ауырып қалды дейді. Жанашыр көрші құрбылары жүгіріп сонда барады. Ішке кіргенде үйдің бәрі қанға малынған. Жерде бүк түсіп Зәуре жатыр. Бір бұрышта мас күйінде Бектай отыр. Қорқып кеткен Медбике жүгіріп Зәуренің қасына барды. Жоқ, тірі екен, бірақ астынан қан сауғалап жатыр. Көмектесіңдер деген Медбике Зәурені тезірек жедел жәрдемге жатқызып аудан орталығына барды. Бірақ бәрі кеш. Бұл баласынан да 8 айында айырылып қалды. Баласынан ғана емес, ана болу бақытынан айырылды. Бүкіл өмірі тоқтап қалғандай сезімде болды. Ішінен тынып жаны жегідей жеп барады. Амал жоқ. Тірі адам.
кеудесінде жүрегі соғып тұрған соң сүйретіліп болса да алға жылжи берді. Бірақ сол соққыдан кейін Бектаймен тұра алмайтынын, мүлдем көргісі келмейтінін білді. Ауруханадан кейін үйіне сол күйі оралмады. Бөлек кетті. Уақыт сырғып өте берді. Не қасында бала жоқ, не қасында жақыны жоқ. Кім үшін өмір сүріп жатқанын білмеді. Аудан орталығына келіп жұмысқа тұрды. Онда да дым қызығы жоқ, тек алданыш үшін істеп жүрді. Жұмыспен үйдің ортасында жүре берді. Жұмыста қызметтестерімен көңілі кішкене ауланып, үйге келсе қайтадан қараңғылық басатын. Соңғы кезде жалғыз өзі үйден де қорқатын болды. Тіпті жұмыстан қайтпай сонда отыра бергісі келетін. Ойын неше түрлі ой мазалайтын. Жалғыз қалып кететін сияқты болып тұратын. Әбден ойын үрей басқан Зәуре бұл жолы еш ойланбастан жасын өзінен едәуір үлкен кісіге тұрмысқа шықты. Ол кісінің барлық баласы аяқтанып кеткен, тек өзі ғана тұратын. Екеуі де жалғыздықтан шаршаған адамдар, бір-біріне демеу болуды ғана ойлады. Бірақ бұл некеде оңай болмады. Тиген жолдасының балалары тыныштық бермеді. Үлкен кісіге не үшін тұрмысқа шықтың, алдап дүние мүлкін алуды көздедің дейтін. Әбден өмірден шаршаған Зәуре бәріне шыдап жүре берді. Соңғы кезде ойына өзінің өмірі көп келе беретін болды. Жатса да тұрса да көз алдынан бүкіл өмірі өте шығатын. Көрген өмірі тек қорлықпен өткен, өзінің қашан бақытты өмір сүретінін ұмытып қалғандай. Соңғы кезде түсінде кішкентай қызының шықылықтап күлгені, одан әлі босанбаған баласының бейнесі кіре беретін болды. Күнде қайталанатын осы бір түс балаларын ұстағысы, құшақтағысы келеді, бірақ ұстайтын деп жатқанда оянып кетеді. Түсі екен білгенде өкіріп жылайтын болды. Ес білмей, еш түс көрмей демалғысы келетін еді. Сондықтан анда-санда арақтан алып қоятын болды. Өзі көтере алмайтын, кішкене іші мас болып, өзінің сүйікті әнін шырқап, рахаттанып, бір құтты бір әншімін деп ойлайтын. Ішкілікке салынып жүргеніне де біраз болды. Іші ғана жай табатындай. Міне бүгінде ішіп алып үй жағына келе жатты. Аяғын санап үйіне қарай таратпай, өзін әрең сүйреп келе жатқандай. Өмір сүруге еш құлқы жоқ. Бәрінен шаршаған. Әсіресе ән айтып, біресе келе жатып жылады. Өзінің өміріне көңіл толмай бұлай күй кешем деп, өзінің басына осындай жағдай болады деп мүлдем ойламаған еді. Осындай қорлық көргеніме іштей налып келе жатты. Өксігін баса алмай, ішінде жатқан мұңды шығара алмай айқайлап жіберді. Сол кезде басы айналып, көзі қарауытып, оңбай арыққа құлап кетті. Басы дәу тасқа тиіп, сол күйі тұрмады. Өмірі өкінішке толы Зәуре мәңгілік сапарға аттанып кетті. Мына азапты өмірімен қош айтысты. Ал Бектай қазір сол өзінің ауылында ағасының қолында тұрады. Тоз-тоз шығып, адам танымастай өзгеріп кеткен. Зәуреден кейін отбасын құрмады. Ішкілікке түбегейлі бет бұрып кетті. Өзінің еңбекпен салған үйін ағасы алып, үлкен ұлын отырғызып қойды. Ал Бектай ағасының жаман қорасын паналап жүр. Қу арақтың арты осындай жағдайға апарды. Мүмкін басына берген бақты уақытында бағалағанда өмірі басқа ағынмен кетер ме еді. Бірақ Бектай өзі осы жолды таңдап отыр. Итшелеп бірде аш, бірде тоқ болып, біреудің қорасында өмір сүріп жатыр. Өмірінің соңына дейін Бектайға берілген жаза